Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Лекизет, және біз бүгін Майнкрафтта Сикостан дейтін бір сервакта ойнайтын боламыз. Бұл сервакта мен уже бірталай рет ойнап жатырмын. Бұл сервакта мен күнде ойнаймын, почти қай серверде ойнасам осы серверден ойнағым келеді. Мен осы жерде өзіме үй салып алған болатын. Біз жаңадан сервер ашқан болатынбыз. Егер де кіргілеріңіз келсе кіріңіздер. Портын астыға қалдырмаймын. Ой, дурак. Ойнап айтамын достар, портын білмеймін қалдыратын болар. Менде мынау мен үйім Аликунның үйі, достарым тек қана кірсін деп жазып қойған болатын. Мынау мен үйім бардақ болып жатыр, сынып жатыр, әлі ішінде ремонт болып жатыр, біткен жоқ ремонты. Мынау біздің горчу көше деуге болады, біздің база горчу. Осы жақта біз өмір сүреміз. Мен өзіме лично үй салып алатын болады. Просто маған неловко, просто біреулермен тұрған не андай заттарды ұрлап кетуі мүмкін. Сол үшін мен осы жақта өзіме үй салып алған болатынмын. Короче, бұл видео сіздерге менің бес енді мен достарымның және мен қасымда видео түсіретін адамдардың сервагы деуге де болады. Енді оның тиктогі да бар, арнасы да бар. Мен осы жерлерде сіздерге просто обзор түсіріп кетейін дегенім ютубыма. Просто көбісі сұраған менен не Лекизет Аликун короче дейтін маған дейтін, мына мен сервагыма обзор түсіріп берші дейтін. Негізі айтты негізі. Сика короче дейтін айтпадым деп жүрме, сен бір рет айтқан болсың маған, не обзор түсіре аласың ба деп, осылай түсіріп тастайын деп шештім. Енді осылай құттай болсын, енді нормальный бар, енді осылай түсіріп жатырмын. Осы видеоны көріп отырсам, так, міне осы видеоны ішіне обзор түсіреміз. Так, мына кровать тауып кетейікші қазір дейтін. Күтетім жүр. Кровать тауып кетеміз. Просто үйде кровать жоқ та, біз кровать керек болады. Эндермен істеп жүр. Так, енді кроватьты үйімізге апарамыз. Кроватьты дейтін қойып қойып, енді дейтін өшке анау точкалымыз қойып қоямыз. Өлгенде өштен шығатындай қылып. Достар, енді мен сіздерге көп сөйлей бермей 2xпен сіздерге полный обзор көрсетейін.
Достар, біз видеомыз соңына да келіп қалған болатынбыз. Міне, сіздерге мен мадан бері өзімнің істерін жасап, сіздерге Сикостанның серверінің не болатқанын, қандай екенін және де қандай күшті екенін көрсеткен болатынмын. Егер де түсінбей жатсаңыздар, екінші час түсір деп айтыңыздар. Мен обязательно түсіретін болам. Осы видеода 1000 просмотр жинапсаңыздар және 10 лайк болса да жетеді. 20 лайк па сондай болса да. Сіздермен болған мен Лея KZ. Пока-пока. Чао.